Сәлеметсіздер ме достар, менің есімім Мақпал. Мен 4 балапанның анасымын, жасым 33-те. Мен 2022 жылы ақпан айында Гүлжанат ханымнан YouTube курсын алып оқыдым. Және де мен монетизацияны бір аптада қостым. Енді менің жекеме көп осы қыз-келіншектер жазады. Сіз монетизацияны қалай тез қостыңыз, қалай бір аптада сізге қосу мүмкіндігі болды деп, қалай подписчик тез жинадыңыз деп. Менде мынандай болды. Бұрында енді ауылда өскендіктен болады ғой, ата-анамыз осы айтып жатады ғой, құмырсқалар пайда болғанда қалай құтылудың жолын іздейміз ғой, сонда айтатын кәдімгі солярка бар ғой, сол соляркамен сүртсе құмырсқа кетіп қалады деп. Енді мен де ауылда тұрғандықтан үйден құмырсқа шықты да, сөйтіп мен сол ата-анамның айтқанымен соляркамен сүрттім. И маған ой келді, осы құмырсқадан құтылудың жолын неге осы ютубқа салсам қалай болады деген ой келді менде. Сөйтіп мен тура сол әдісті YouTube каналына салдым. Және де басқа да пайдалы видеолармен бөлісіп жаттым. Содан кейін менде бірден бір күнде просмотрлар көбейіп, подписчиктер өзінен өзі ағылып келіп жатты. И түсіндім мен, көбісін сол проблема мазалайтынын түсіндім. Сөйтіп ары қарай сала бердім, тоқтамай сала бердім, басқа да видеоларды, массаж, шыбын сияқты видеоларды сала бердім. И менде бір аптада 4000 сағат және 4000 подписчик болып кетті. Сөйтіп мен монетизацияға бір аптада жеттім. Қазір Аллаға шүкір 20 000-нан артық подписчиктерім бар. Және де сол каналды мен жүргізіп, табыс тауып жатқан жайым бар. Енді мен ол курсты оқығаны еш өкінбеймін. Гүлжанат ханымға рахмет айтамын. Мен сияқты декреттегі отырған аналарға өте керемет мүмкіндік. Және де мен енді ары қарай Instagram парақшамды дамытқым келіп, Дара блогер жобасын тауып алдым. Және де сол жобаға қатысып жатқан жайым бар. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар достар. Сіздермен болған Мақпал. Менің YouTube каналыма жазылып қойыңыздар. Менің YouTube каналымда қарапайым үйде қолданатын заттар мен маскаларды түсіремін. Және де өте керемет нәтиже береді. Менің каналыма жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.